Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жауапты тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге қалқанша безінің ауруы және қан азығы бар екенін мазалап жүрсе, мен сізге бір құпия айтатын боламын. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Қан аздықтың негізгі себептерінің бірі ол ферритиннің төмен болуы. Ферритин ағзада оптималды, яғни оптималды нормасы 80 мен 100-дің арасында. Бізде көбінесе әйелдерде ферритин болады. Оның себебі қалқанша безінің ауруларымен көбіне ауыратын 90% ауыратындар ол әйелдер болып келеді. Енді қалқанша безінің қызметі қандай? Қалқанша безінің эритроциттердің синтезіне қатысады. Асқазанда темірдің сіңіруіне және де үшінші қызметі В12 мен В9 витаминдерінің сіңіруіне атсалысады. Эритроциттер бауырда және көкбауырда ыдыраған соң, олар қайтадан эритроциттердің синтезіне қатысады. Ал бұл жерде қалқанша безінің болғандықтан, бұл жерде эритроциттердің синтезі төмендейді, соның нәтижесінде ағзада анемия пайда болады. Келесі, темірдің сіңірілуіне атсалысады дедік. Ол қалай? Асқазанның қышқылы арқылы 3 валентті теміріміз 2 валентті темірге айналады. Ал үшінші В12 және В9 витаминдерінің сіңірілуі ол касл факторы арқылы жүреді. Ал касл факторының синтезіне тікелей қалқанша безінің гормондары атсалысады. Енді біз осы ферритиннің қалқанша безінің, яғни ферритинге әсер етеді дедік қой. Енді ферритиннің өзі бір круг ретінде қалқанша безінің жұмысына баяулатады. Ағзада ТТГ-ға әсер ететін екі гормон болады. Т3 трииодтиронин және Т4 тироксин дейтін гормондар. Ал ол гормондардың синтезін жүргізетін тиропероксидаза дейтін фермент болады. Ал ол фермент төмендеуіне қандағы железа қатысады. Енді былай айтатын болсақ, железа төмен болса, тиропероксидаза төмендейді. Ол тиропероксидаза төмендесе, Т3, Т4 гормондары төмендейді. Ал ағзада қанда Т3, Т4 гормондары төмендейтін болса, онда ТТГ гормоны жоғарылайды. Соның нәтижесінде қайтадан қалқанша безі ферритиннің төмендетсе, ферритин де қалқанша безінің қызметін қайтадан төмендетіп, осындай круг жүріп жатады. Енді келесі, біз енді осы ферритинді ағзада ферритинді көтеру үшін темірді ішетін болсақ, темірді қабылдайтын болсақ, ол біздің еміміздің толық болмайды. Себебі ферритиннің төмендеуіне қалқанша без әсер етіп тұр. Сол себепті ферритин төмен болса, қалқанша бездің гормондарына тапсырамыз. Және де гормондарын анықтау керек. Және де ТТГ-ны төмендетіп, ТТГ-ның нормасы, оптималды нормасы 1 мен 2-ның арасында сол дәрежеге жеткізу керек. Сонда бізді қандағы ферритиніміз мөлшері жоғарылайды. Яғни емінде мұнда әрі железаны қабылдаймыз, қалқанша безінің гормондарын зерттейміз, және де осы ферритинге әсер ететін белокты қабылдау керекпіз. Видео қызық болған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.